Көкпардың ел классикосын көрмейтін болдық. Себебі Қырғызстан көкпардан әлем біріншілігіне қатыспауы мүмкін. Келген жағдайда да құрама сапында кәсіби шабандоздар болмайды. Бұл туралы көкпардан Қырғызстан құрамасының жетекшісі Ерлан Абдығапаров мәлімдеді. Ассалаумалейкум. Біз Қырғызстанға кечирээк приглашение келип калды. Заранее бір 2 ай мурун, хотя бы 3 ай мурун кат келгенде даярданып баштамакпыз азыр. Курама команданын сборныйды түптөш за короткий срок, за 10 дней нереально го. Азыр бара албайбыз го, биз деле катышкыбыз, ойногубуз келип атат, бирок анда да аттарды дайындаш керек. Азыр аттар дайын эмес. Клубтардын баардыгы көчмөндөр оюндарына отбор деп Орус турнирине катышып атат. Клубтардан аттар келбейт. Балдарын бошотпойт клубтар. Анан бара албай калат окшойбуз. Өздеріңіз білетіндей араға 9 жыл салып, елде екінші мәрте көкпардан әлем біріншілігі өтпек. Ол 15-21 наурыз аралығында Түркістанда ұйымдастырылады. Көкпар федерациясының айтуынша, бұл додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 10-ға тарта құрама келеді. Ал Қырғызстан болмаса, көкпардың көрігін кім қыздырады? Мұндай жарыс бізге керек пе? Көкпардың ел классикосын көрмейтін болдық.